Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте жұмсақ әрі үлпілдек әрі бір жасағаннан шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей ортасы піскен өте жұмсақ дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен видеома лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп алыңыздар. Ал кеттік, енді ісімізді бастайық. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Менде бар сүтті құйдым, үйде қалған. Енді жылы суымызды құйып алатын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Аздап тұз саламыз, және де құмшекер саламыз. Сұйық май, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дрож саламыз, міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Сол кезде бауырсақтарымыз үлпілдек, жұмсақ болып пісетін болады. Ұнымызды көп салып жібермейміз, аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Жұмсақ болу керек. Енді сары майымызды сүртіп, немесе сұйық май қолдансаңыздар да болады. Мен еріген сары майды сүртіп, осылай илеп алдым. Кейін көтерілгеннен кейін жабыспай ыдысымызға жақсы түсетін болады. Мінекей 1 сағаттан кейін қамырымызда жақсы көтерілген. Енді дастарханымызды майлап, қамырымызды дастарханға түсіріп, қолымыздың көмегімен қатты баспай, күш түсірмей жайып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жеңіл қозғалыспен жайып аламыз. Енді пышақтың көмегімен кесіп аласыздар, немесе арнайы форманың көмегімен домалақ етіп, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты істесеңіздер болады. Енді майымызды қыздырып қоямыз алдын ала. Минутқа демалдырып қоямыз. Бұл кезде майымыз да қызиды. Бауырсағымызды салып алатын боламыз, қызып тұрған майымызда. Екі шетін қызартып, пісіріп алатын боламыз. Менің арнама жаңадан келген көрермендер болса, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер салатын боламын. Және де менің арнамдан өзіңізге қажетті рецептерді табасыз деген ойдамын. Енді осылай қызарған бауырсақтарымызды біріңкетін алып, барлығын осы ретпен пісіріп алатын боламыз. Өте оңай, әрі шаймен ішкенге өте дәмді. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей пісті. Өте қып-қызыл әдемі болып, жұмсақ. Рецептім ұнаса тіркеліп кетіңіз, лайк басыңыз, комментария қалдырыңыз. Видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Келесі видеом шыққанша аман сау болыңыздар.